Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол бас ми жүйкесінің 12-ші жұп нерві, яғни тіл асты нерв, латынша nervus hypoglossus деп аталады. Қызметіне қарай қозғалтқыш нерв. Так, суреттегі көрсетілген заттарды атап кететін болсақ, яғни бас сүйегі көрсетілген, яғни төменгі жақ, жоғарғы жақ, тіл асты бұлшықеттері, жалпы ұйқы артериясы және мойындырық венасы және сопақша ми көрсетілген. Тіл асты нервтің ядросы сопақша ми қақпақшасында, артқы кезбе нерв ядросы мен орталық сызық арасында орналасқан. Бұл ұзын әрі жіңішке нерв. Суретті көрсетейік. Бұның ұзындығы оливаның ұзындығымен бірдей. Бұдан шыққан аксондар, яғни тіл асты нерв ядросының аксондары вентральды бағытталып, медиалды шоғырдың латералды жағынан өтіп, түбіршектер тобында сопақша мидың вентролатералды жүлгесінен шығады. Яғни вентролатералды жүлге деп отқанымыз мынау. Так, суретті көрсетейік. Бірнеше түбіршектер түрінде шығады. Бұл түбіршектер тобы екі ірі топқа бірігіп, олар қатты ми қабықшасынан өтіп, тіл асты нервін құрайды. Және аттас канал, яғни каналис hypoglossus'тан өтеді. Одан өтіп, төмен және латералды бағытталады. Төмен әрі латералды. Сөйтіп, ішкі ұйқы артериясы мен ішкі мойындырық венасынан арасынан өтеді. Бұлай анығырақ көрсетейік. Және мускулус дигастрикус, яғни мына бұлшықетіміз, одан кейін мускулус силохоидеус және мускулус милохоидеустың бос артқы жиегінен тіл асты нерв, тіл асты тілдік бұлшықеттің латынша мускулус hypoglossus'тың бүйір жағына шығып, иек тілдік бұлшықеттердің бүйір жағына өтіп, тура бағытталып, жайылып, тілдің бұлшықеттерін иннервациялайды. Тілдің өзінің бұлшықеттерін және сыртқы бұлшықеттерді иннервациялайды. Яғни тілдің 4 сыртқы бұлшықетінің 3-еуін иннервациялайды. Оның біріншісі иек тілдік бұлшықет, латынша мускулус гениохоидеус. Суретті көрсетсек, міне ол бұлшықетіміз гениохоидеус. Кейінгі бұлшықет, тіл асты тілдік бұлшықетіміз, латынша мускулус hypoglossus. Мынау мускулус hypoglossus деп отқанымыз бұлшықетіміз. Және мускулус силоглоссус. Өз қатарында тілдің өзіндік бұлшықеттерін иннервациялайды. Олар тілдің формасына жауапты бұлшықеттер. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз осы. Каналымызға, арнамызға жазылып кетіңіздер.